Сәлеметсіздер ме? Мен Джон Кэхамын. Осы бейнеде мен ризашылықтың күші мен ықпалы туралы айтқым келеді. Көптеген адамдар ризашылық дегеніміз ол энергияның вибрациясы екенін, ең қуатты энергия вибрацияларының бірі екенін түсіне бермейді. Әрқашан ризашылық білдіруге болатын көптеген нәрсе бар. Білесіз бе, мен адамдарда мынандай сөздерді жиі естимін. Менің қазір проблемаларым өте көп. Сондықтан алғыс айта қоятындай ештеңе де жоқ. Шынымен бе? Алғыс айтатындай ештеңе жоқ па? Егер сіз ризашылық білдіретін нәрсе таба алмасаңыз, егер өміріңізде болып жатқан қарапайым күнделікті нәрселер үшін ризашылық сезінбесеңіз, бұл сіздің жолдан тайғаныңызды білдіреді. Бұл сіздің проблемалар мен қиындықтарға батып, өмірдегі бағытыңызды жоғалтқаныңызды көрсетеді. Ризашылық және мұны білу, әрі түсіну өте маңызды. Ол орасан зор пайда әкеледі. Мен сізге бір кішкентай құпияны ашайын. Сіз не нәрсеге ризашылық білдірсеңіз, сол көбейеді. Сізде бар ақшаға, аз болса да алғыс айтыңыз, ақшаңыз көбейеді. Деніңіздің саулығына алғыс білдірсеңіз, денсаулығыңыз артады. Өміріңіздегі махаббат пен достық үшін алғыс айтсаңыз, екеуі де нығая түседі. Ризашылық өзіне энергия тартады. Бірақ бұл осымен ғана шектелмейді. Ол көңіл күйді көтереді, денсаулыққа пайдалы. Ол табыстың вибрациясы. Ойлап қараңыз. Табыстың вибрациясына ризашылықтан күштірек нәрсе бар ма? Сондықтан ризашылықты күнделікті тәжірибеге айналдыру қажет. Сонымен неден бастау керек? Сіз мұны таңертең тісіңізді тазалаған сәттен бастай аласыз. Сізде тіс пастасы бар ғой? Сіз осы жерде былай деп айтарсыз. Жоға, Джон, бұлай күлкімді келтірме. Әрине менде тіс пастасы бар. Ол үшін несіне алғыс айтуым керек? Егер сіз алғыс айтар нәрсе таппасаңыз, ең болмаса осыдан бастаңыз. Егер сіз тіс пастаңыздың болғанына ризашылық білдірсеңіз, ұйықтайтын төсегіңіздің болғанына ризашылық білдірсеңіз, сіз жүре алатыныңызға ризашылық білдірсеңіз, достарыңыздың бар болғанына ризашылық білдірсеңіз, дүниеде сұлулықтың бар екеніне ризашылық білдірсеңіз, тіпті қызықты әңгіме үшін ризашылық білдірсеңіз, сіз ризашылық тәжірибесін меңгере бастайсыз. Оны әдетке айналдыра бастайсыз. Осылайша мұның бәрі көбейе бастайды. Сіз керемет бір ішкі үйлесімдік сезімін табасыз. Сіз, тіпті менің өмірім мінсіз болмаса да мына өмір әдемі деп сезінетін боласыз. Кімнің өмірі мінсіз? Ондай адам жоқ. Бірақ өмірде әрдайым бақытты болуға да себеп бар, әрдайым бақытсыз болуға да себеп бар. Өмірде әрқашан қиындықтар мен проблемалар болады. Бірақ сонымен бірге әрқашан алғыс айтар нәрсе де табылады. Егер сіз үлкенге де, кішіге де ризашылық білдіру әдетін қалыптастырсаңыз, күніңіз бірде-бір рет ризашылықсыз өтпейтін болса, дәл қазір мен сізге бір челленджді, кішкентай тапсырманы ұсынамын. Күніне 3 рет, ең болмаса 3 рет тоқтап, бір нәрсе үшін ризашылық сезінуді әдетке айналдырыңыз. Ал сіз мұны күн сайын 3 рет істеуге дағдыланғанда не болады деп ойлайсыз ғой? Сіз мұны күніне 3 рет қана емес, одан да жиі жасай алатындығыңызды байқайсыз. Әрі сізде ризашылық білдіруге сансыз себептер табылады. Ал одан кейін не болады дейсіз ғой? Ризашылық сіз алғыс айтқан нәрсенің бәрін өзіңізге тартады. Көбейтетін күшке айналады. Ол табыстың вибрациясына, сәулесіне айналады. Сіздің қалағаныңыз осы емес пе? Бақыт пен табыс, мағынаға толы өмір, дұрыс па? Онда ризашылықты бүгіннен бастап өміріңіздің бір бөлігіне айналдырыңыз. Сіз қазірдің өзінде бастай аласыз. Осы бейне үшін, осы YouTube арна үшін, оның құрастырушы адамдары үшін алғыс айту арқылы, осы сәттен бастап ризашылықтың құпиясы мен күшін білгеніңіз үшін алғыс айту арқылы бастаңыз.